Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді мақ қосылып жасалатын булочкалардың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Сосын қантымыздың шамамен 1 ас қасықтай қосамыз. Араластырамыз. Жылы сүтте қант пен тұзымыз тез еріп кетеді. Енді құрғақ ашытқымызды қосамыз. Шамамен 2 ас қасықтай ұн қосамыз. Араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Минуттан соң қалған жаңағы қантымызды қосамыз. Осылай араластырып аламыз. Сосын жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап жұмыртқамыз біркелкі араласқанша араластырып аламыз осылай. Енді ұнымызды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ сары майымызды ең соңында қосамыз. Қамырымыз міне осындай жұмсақ болады. Енді үстіне жұмсақ сары майымызды барлығын қосып, қамыр мен майымызды араласқанша жұмсақ болып, біркелкі болып қолға жабыспағанша илейміз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болады. Енді бетін жауып, шамамен 40 минутқа қойып қоямыз. Егер сіздерде жылы жерде тұрса, тез көтеріледі. Енді салмасын дайындаймыз. Осындай темір ыдысымызға магымызды салып аламыз. Үстіне жылы немесе салқын суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын отқа қойып, магымызды қайнатып аламыз. Қайнаған кезде магымыз ісініп, пісетін болады. Отымызға қойдық, енді қайнағанын күтеміз. Асты жабыспас үшін осылай арасында араластырып тұрамыз. Міне пісе бастаған кезде өзі суы құрғап жоқ болып кетеді. Піскен магымызды басқа ыдысқа салып аламыз, және бізге қант және осындай блендер қажет болады. Енді блендермен біркелкі болғанша осылай еземіз. Қантты бірден қоспаймыз. Егер қантты қоссақ, суы шығып кетеді. Қамырымыз көтерілді деген кезде қантымызды қосып, осылай магымызға салмамызды дайындап аламыз. Ертерек дайындап қойсаңыздар, суы шығып, кейін ағып кететін болады. Міне осылай оп-оңай салмамыз дайын болды. Енді қамырымыз міне осылай 2 есе болып көтерілді. Енді үстеліміздің үстіне түсіріп, видеодағыдай жаямыз. Қамырымыз өте жұмсақ. Видеодағыдай осылай бірінші қолмен жайып, видеодағыдай оңай жайылу үшін бүктеп аламыз. Қамырды 4 бұрышты етіп жаямыз. Қамырымызды осылай жайып алдық. Енді үстіне салмамызды саламыз.
сосын видеода көрсетілгендей бүктейміз. Шеттерін осылай біріктіріп шығамыз. Пергамент қағазын төсеп, формамызды дайындап аламыз. Алдын ала кесетін өлшемін дайындап алдым. Видеодағыдай кесіп шығамыз. Сосын осылай бұрап, видеодағыдай түйеміз. Барлығын осылай түйіп алдық. Енді бетін пакетпен немесе осындай стрич пленкамен жауып қоямыз. Шамамен 20-30 минут тұрса жақсы. Тоқаштарымыз тағы да көтерілетін болады. Булочкаларымыз міне осылай 2 есе болып көтерілді. Енді алдын ала қыздырылған пеште шамамен 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Ашық жерлеріне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Осымен өте дәмді тоқаштарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.